жаңада бәрі ғой халыққа президент болса не істейді дегенбіз жауап бере алған жоқсыңдар. Ол сонда бізге соғысасың дейді. Ол соғысуға біз ешқандай ешкім де соғысқысы келмейді. Неге соғысуымыз керекпіз? Біздер солай жеңеміз ана тілді. Соғысып керек емес қой қазір. Арменияның жағдайы мәз емес қой. Қазақстан сол соғыспаған арқасында әркіммен жақсы тіл табысқан арқасында жаман болып жатқан жоқ қой. Сендердің саясаттарымен біз қайта құрдымға кетуіміз мүмкін. Ол тілді қолдаймыз деп жүрген соғысып, өзің өліп қалсаң тіл кімге керек болады? Өзің ана жерде тырайып жатсаң, ол да жақсы зат емес. Сол үшін айтамын мен, сол үшін шырылдап айтып жатыр, қазақ тілін жойып алмау үшін әрбір қазақ қазақша сөйлейді. Жоқ, сен қазақсың ғой, саған ешкім әңгіме айтпайды. Мен орыстарға айтып жатқан жоқ, немесе ұйғырға барып айтып жатқан жоқ, қазақша сөйлейді. Әрбір қазақ азаматы мен азаматшасын шақырамын, өйткені тіл енді сен ұлтың қазақ, әкең қазақ, шешең қазақ. Қазақ тіл деген ол Алла тағаланың өзі, мысалы, әр ұлттың өзіне берді ғой, өзбекше сөйлеу керек, қырғызша сөйлеу керек, ұйғырша сөйлеу керек. Сосын барып енді өзіңнің мемлекетіңе бәріміз қазақша сөйлеп жатсақ, орыстар амал жоқ нан алып жеуетін қазақша сөйлейді олар. Баяғыда өзіміз сөйттік қой, бәрі орысша сөйлеген, нан алып жейтін орысшамыз болды. Сол сияқты олардың да нан алып жейтін қазақшасы бар. Нан бер, шай бер, май бер деп айтатын бар саған. Өйткені сен айтасың, мен орысша түсінбеймін, қазақша сөйлеймінші десе болды. Сосын орыс ойланады, былай ойланады, естиді. Я болмаса сот еңбектенеді, сот тілен шығарады деп айтқаның үшін үкімет сені ешқашан кінәламайды. Мысалы, мен жаңада әуежайда да барлық жерде қазақша сөйлеуден талап еттім. Талабым бәрі орындалды. Мен сол үшін енді сондай мемлекетімді неге мен оны көшеге шығып соғысуым керек болады? Жоқ, ол саған екі қолыңды ас қойдым, екі қолыңды бос қойдым деп тұр. Енді сен асты жүйе. Дұрыс мемлекет маған солай айтқаным үшін мені милиция шақырып штраф тұрса, мен оны аямаймын. Ол үкіметті ешқандай аяусыз. Өздеріңіздің қолыңызға берді ғой енді билікті. Болып біз адам қарап жатсақ, шуламаймыз жандары. Сары қыз айтады, мен күшті болды. Рас па? Жақсы, аяғым сіздің қолыңыздан жақсы болып кетті. Алда екінші рет келіп тұрсың ба? Екінші рет, үшінші рет кетті. Достар, мен айтам ғой, бүгін мына президентіміздің түрін көріп жаман аяп кеттім ғой. Ана Путин айтып отқан сөзін көрдің бе? Ол әдейі айтып отыр. Оны қазір өзгертсе, біздің Қазақстанға ол соғыс ашқысы келіп, сылтау іздеп отыр енді. Бәлес деп. Біздікі үндемей отыр. Не дейді? Қазір сендерді апарып босқа соғысқа салғысы келмейді. Көрдің бе? Сол кісі былай айтады деді. Біліммен мыңды шығамыз, білекпен бірді шығамыз. Сондықтан қазақтар тек қазақпен қазақша сөйлесу арқылы жандарын қылады. Болмаса қазақ тілін мәңгілікке жойып аламыз. Әрбір қазақтың намысы оянып, ешкімге ұрыспа, тиме, бала шағаңмен, кәдімгі жан-жақ досың, бәріміз қазақша сөйлеу керек. Орыстарға төбелесудің қажеті жоқ, я деп қой. Олар орысша айтса айта қояр, жақсы. Тату болғанға ештеңе жетпейді, бірақ қазақ тілін көріп келіп тұрыңыз сұрасқан жоқ. Құтый бер. Жақсы болды ма? Жақсы болып келе жатырмын, шүкір. Батаға да қатысасыздар, жібермей. Достар, бата сәрсенбі, бейсенбі, қасиетті жұма 3 күн. Сосын TikTok желісіне де солай беріледі. TikTok түнгі 11-ден кейін берілсе, мына парақшаларда 2 рет береді, сағат 8-де, бір 11-де. Бірақ соны бір уақытқа жұрттар ұйықтаймыз дегенсін ерте бер, енді келесіз. Болды. Қырқынан шығардық. Сізге келген кезде Ерұлдың анасы болады деп айтқансыз келініне. 3 рет келіп, келінім болды. Аллаға мың тауба шүкір, мен аталарға сенемін. Балалардың жұмысынан күшті хабар болды ма? Балаларым өстіп, ұлым үлкен должностьқа өтті. Қызымның да шүкір таубасы. Шүкір деймін Аллаға. Телевизордегі, Инстаграмда батаға да қатысасыз? Қатысам, күнде қалмай мен сәрсенбі, бейсенбі, жұма міндетті түрде қатысам, түнгі 10-да. Қожайынға? Мен тек қана қожайынға ғана салам, сіздерге самайым шынын айтайын. Күйеуіме сал қорсын, болмайды әр уақытта. Сосын күйеуге шығасын дедім ба? Содан шығайын жатырсың. Жан, бұдан бақытты бол, бағың ашылсын, ауың ашылсын. Келіп, күліп жатыр, жайлап, сыбырлап айтып жатыр. Жұғысты болсын, қыздар. Қазір батаға да қатысыңдар. 3 күн батаға қатысып беріңіз. Келдіңіз бе әлде? Сіздің батаңызға қатыстым мен. Оралда 3-4 рет бардым. Осында көшіп келдім. 1 жыл болды. Сіздің батаңыздың арқасында үйімді сатып, маған үй алдым. Аллаға мың шүкір. Бірінші аталар, екінші сіздің батаңыздан Бағдағұл ханым. Мың алғыс айтамын сізге. Жаным.
денсаулық берсін сізге, бала шағаңызбен отбасыңызбен тек аман жүріңіз.